Қазақ дастарханының киесі. Атам қазақ дастарханды ерекше қадірлеп, оған қасиетті орын ретінде қарап, әрқашан кең, әрі мол болуын қалаған. Дастарханның кең болсын, пиғылың оған тең болсын деген батасы қазақтың қонақжай дастарханының бейнесі. Дастарханда дән тұрса, үйде мән тұрады, тірлік баянды болады деп, қазақ аналары дастарханнан дән үзілмеуін тілеп, келген қонаққа молынан дастархан жаяды. Мұндай мейірімділікпен жайылған дастархан тек қонақтың көңілін көтеріп қана қоймай, үйге құт-береке әкеледі. Дастархан мәзірін әзірлеу дәстүрі. Қазақтың қонақжай дастарханның сәні мен мәні ерекше. Келген қонақтың алдында бауырсақ, нан, құрт, ірімшік, сарымай, қаймақ, қатық, қант, тәттілер және түрлі жеміс-жидекпен безендірілген дастархан жайылады. Әрі тағамды әдемі етіп, тізіп, қонақтың көңілін аулауға тырысады. Шай құюда да қазақтың өз ерекшелігі бар. Қонақтарға қою қаймақты шай ұсынылады. Қазақ әйелдері дастархан басына нәзік отырса да, қонағын ықыласпен, үлкен құрметпен күтеді. Ерекше мейрамдарда ақсарыбас қой сойып, ет салып, дастарханды мол етпен, басқа да ұлттық тағамдармен толтырады. Қазақта мұндай ас ішу дәстүрі дастарханды дәмі деп аталады. Берекенің нышаны ақ дастархан. Атаның ақ жолы мен ананың ақ дастарханы қазақ халқының бейбітшілік пен мейірімінің нышаны. Ақ дастархан өмірдің мәні мен берекесінің белгісі. Қазақ халқының айтуынша дәмі дәнекер, яғни адамдар арасындағы байланыс пен татулық дәм тұз үстінде нығаяды. Қазақтар келелі істі дастархан басында шешіп, бір-біріне деген сенімді нығайтады. Ал дастарханнан аттаған адамды дым, атқыр деп қарғап дастарханға деген құрметті ұмытпауды талап етеді. Дастархан дәстүрінің маңызы. Қазақ халқы ас адамның арқауы деп нанды қастерлеп, ас пен тұзды аяқ асты етпеуді әрдайым ескертеді. Қазақтар ас айныса бастан бақ кетеді деп, тағамды құрметтеу арқылы үйдің берекесі мен амандығын сақтайды. Нан қан, қан жан деп, ассыз өмірдің мүмкін емес екенін, дастархансыз береке болмайтын ұғынады. Сондықтан қазақ дастарханының дәмі халықтың мәдениетінің негізгі, оның байырғы дәстүрлерінің айқын белгісі. Қонақжайлылықтың қасиеті. Қазақ халқының қонақжайлығы ежелден келе жатқан асыл қасиет. Қонақ күтуді құрметтеу, оларға ең жақсысын ұсыну қазақтың қанына сіңген дәстүр. Үйге келген қонақ ырыс пен берекенің, бақ пен құттың нышаны саналады. Қазақ халқы құтты қонақ келсе, қой егіз табады деп, қонақтың үйге жақсылық әкелетініне сенеді. Қонаққа дастарханды мол жайып, ең дәмді тағамдарды ұсыну арқылы қазақтар өздерінің кеңпейілділігі мен жомарттығын көрсетеді. Қонақ кәдеге шақырылып, оған ақ пейіл мен ақ дастархан жайылады. Мұндай дастархан басында адамдар арасындағы достық пен сыйластықты нығайып, үй иелеріне де рухани қуаныш сыйлайды.